Деді, тағы да бір сұрақ болды. Оған да кәдімгідей өзінің енді принциптарына қарсы келетін болса, енді соған байланысты жоқ. Иә, ол пікірім жарайды. Бірақ сұрақ болды ғой соңында Балауса ханым. Сол сұраққа жауап алсам екен. Бекзаттың бойындағы сонда сізге қай қасиеттері ұнап келіп тұрсыз? Қандай қасиеттер жеп кетсіген деп айтып берсеңіз, әдем болатын еді. Ән айтатыны. Сосын қой десең. Сол ән айтатын ұнайды негізі. Ән айтатын ұнайды? Иә, сосын енді қалғанын көре жатармыз бірге. Қалай болады деген сияқты. Уақыт көрсетеді, көреміз. Негізі бір жаңа ойлап тұрғаным ше, Балауса ханым андай нәрсе ғой. Бәріне енді жоқ деп отыр ғой. Мен жаңа Оразға да айтып отыр ғой. Мынау қасиеттердің бірі де Бекзатта жоқ деп отыр да, короче. Бірақ та енді қыздың мен ойлап тұрмын, енді өзінен сенімді шығар деп ше бұл кісі. Өзінен сенімді болып тұрған шығар. Мені көргеннен кейін ол нәрселердің бәрі пайда болатын шығар, мүмкін бойында деп жатқан шығар. Сондықтан мен тез көргім келіп тұр бұл кісіні. Балауса ханым, мына жақта енді бұл кісі айтып жатыр ғой, ән айтқан ұнайды деп. Ән айтқан енді фанатизм ғой, енді өзінің творчествосын ұнатасыз. Ал жалпы адами тұрғыда қай жер ұнайды? Мысалы, сөйлеген пікір ұнап қалуы мүмкін, немесе ойын жеткізген ұнатып қалуыңыз мүмкін. Түрк бет әлпеті ұнауы мүмкін. Сол толыққанды айтып кетесіз бе? Өйткені мына жақта ән айту үшін ғана келмейміз, біз жұп табу үшін келеміз. Балауса ханым. Иә. Мен сұрақ қойып негізі көптен күткен. Жауап бере қойсын. Иә. Жалпы бір нәрсені четко и ясно айтады ғой. Сол жағына. Айтқан кезде пікірлері ұнайды, иә сізге? Иә. Бекзат. Онда ән дегенде жақсы ғой енді. Жоқ, енді мынау Елдар жаңа сұрақ қойын деп жатыр еді. Иә, негізі бағана сұрақ қойып, көптен күткен мазалап жүрген сұрағым бар еді. Айтыңыз. Ер адамдарға негізі қыз досы болуға негізі тиым салынған ба негізі қосар жобасында? Ер адамдарға қыз достары болуға тыйым Бекзат салынған айтып кетті ғой, жай ғана досым деп айта кетті да, негізі. Жоқ, тыйым салынбаған. Және сол себепті де біз өткен жол өзінен сұраған кезде ол менің досым болатын, осылай да осылай деп түсіндіріп айтқаннан кейін біз жақсы деп қалдырдық. Ал сіз достарыңыз бар ма еді, рұқсат сұрап тұрсыз ба? Жоқ, негізі достарым жоқ еді, бәрі ренжіп кетіп қалып еді. Ренжіп кетіп қалды, қыз достарыңыз ба? Қыз достарым. Негізі дос дегенде жай ғана дос қой, дос ретінде қараймыз дегенде ғой. Соны сұрай кетейін деген ғой жалпы. Қандай да информация келіп жатса да дегенде. Жалпы ала сұрап жатқаным ғой. Елдар қиналып жүрсің ау дейме? Алдын алып алып жатыр. Соны айтамын. Дос табылмай қиналып жүрсің ба, қыз достар таппай? Жоқ, негізі бар ғой қыз достарым. Сөйлеспей кеткені ренжиді да олар негізі жалпы. Неге сөйлеспей кеткеніне мен оларға түсіндіріп айтамын. Проекті деп отқаннан кейін енді басқашалар түсінбей қалмасын деп ше халық. Сол үшін сөйлеспей кеттім да, информация беріп сыртта суретке түсіріп алып дегенде. Алдын ала сұрап алып ғой негізі жалпы. Жоқ, енді ортақ достарыңызбен бірге шығып жатсаңыздар, бір жерде отырсаңыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ енді сіз бір қызбен қолтықтасып көшеде кетіп бара жатсаңыз, онда енді түсінбеуі мүмкін. Қанша жерден дос болсаңыз да, жеке кездесіп жүру енді біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ достаспаңыз деген бізден тыйым жоқ ешкіммен. Енді шымылдықтасамыз ба? Әрине. Шымылдығы ашылсын. Жанымды тербешін, ичи, baby. Қасымнан кетпешін, love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдығы ашылды. Бекзат. Әсеріңіз? Балауса ханым. Таныс па я түрі? Сізге таныс па жоқ па? Балауса ханым. Әлде шатастырып тұрған шығарсыз? Әділеттің өткер емес қой негізі. Осы бір күн бұрын, екі күн бұрын келген. Бәсе, қош келдіңіз. Бірақ есіміңіз? Әсемай. Әсемай. Болды. Қуаныштымын. Қош келдіңіз, рахмет сізге көп. Иә. Досыңыздың қызының аты Әсем. Өзіңіздің таныстық басталамай көреміз енді. Сізге келген арудың есімі Әсем. Ай. Қуаныштымын әрине. Балауса ханым, бір шымылдық жабылғасын дәлеп тілімізді тістеп қалғанымыз бар еді негізі. Мен бір Әсемайға бір сұрағым бар еді. Иә. Әсемай негізі біздің УПА-ға келген кезде мен батыстың жігіттерін ұнатам деген бір әңгімені айттыңыз ғой.
жоқ маған емес менен кішкентай ғой. Былай мысалға қазір Бекзат пен Упа дос. Әсем просто Бекзатты Упучуктың көз алдында жүрейін, көз айымы болайын. Сөйтіп келген жоқсың ба, бірге жүрейін, хотя бы осы Упучуктың қасында жүрейінші. Өзіне бармасам да досына барайын деп бір қайтып келген бір ойыңыз бар ау сенің? Жоқ, негізі ондай ойым болған жоқ. Ең бірінші басынан бастап неге Бекзатқа келмедің деймін да, Бекзатты қарап, өлеңіне қызықсаң, тіке айтатын әңгімесіне қызықсаң, неге сразу Упаға емес, сразу Бекзатқа неге келмедің? Мен енді басында батыстың жігіттері ұнайды деп айтқаннан кейін, біздің өзіміздің батыстың жігіті болғаннан кейін, мен ол кісінің мында отырып бір кісіге сезімім бар деп айтатын білген жоқпын. Мен соңғы эфир жұма күні көргенмін, үміткер қабылдауға дайынмын деген сияқты. Сол үшін мен әділетке келдім. Мен осы жігітпен танысып көрем деген сияқты. Екеумізде неге жерлеспіз ғой, просто осы келген қадамыңды сол біздің Бекзатжан бағаласа нұр болады. Бізде жерлеспіз ғой барым, сен вообще Ақтөбенікі ол Ақтаудікі ғой, екеуі арасы алыс қой. Жерлесмес пе? Мақыл енді батыстыңыз, на кісін түсінбей атын да, ойбай мен сен кішкентай, сен менен кішкентайсың ғой деп. Айдаға да сөз салдың ғой сен кішкентай болса да. Кімнен? Қой бірақ жас қорасы, қойшы айналайын, бұл қоймайды өйстіп, не қылы береді. Бұл кісі енді таңдап келді, Упучук таңдап келді. Ол кезде оның басқа қызға сезім бар екен білген жоқ қой. Енді екінші қадам жасап келсе, оның еш жері айып емес деп ойлаймын бір. Баласағам сұрап алайыншы. Бірақ талғамның өзгергеніне байланысты айтып жатыр ғой. Жаңағы сізде бір өткен жол көбірек айтқаннан кейін, бәлкім сол жақтың жігіттері деп қалды ма, қазір қалай өзгеріп кетті талғам деген сияқты. Бәрібір де жаңағы Бекзатты да байқап жүрмедіңіз негізі бұрын? Негізі, иә. Негізі шынымен танисыз олай сыртта қарау кішкене Бекзат деген балау келдіңіз ба шынымен? Негізі менің өзімнің құрбыларым Бекзатқа бар деп ұсынған болатын. Мен тыңдамай жоқ, батыстың баласына барам деген оймен келген. Бекзат? Сосын сұрайтын нәрсем, сол күнгі сіз келген эфир бар ғой, содан кейін әділетпен сөйлестіңіздер ме? Телефон желісі арқылы немесе кездесуге шақырды ма деген сияқты, немесе сіз жазып, ондай ештеңе болған жоқ, ондай ештеңе. Бұл жерде мен ойлаймын да, енді қош келдіңіз, өте әдемі қыз келіп отыр, Бекзат саған. Бұл қызды бағана енді айтып жатыр ғой, уже бізде андай да кішкене біреуге келсеңіз алдында соған қарай итере береді деген сияқты ғой. Мен бұл қызды ойлаймын, өзі батыстікі болғаннан кейін, просто енді ол кісі де батыстікі болғаннан кейін өзіне жақын тартқан шығар, может. Қойшына не деген мен батыстың адам, может, маған жақын болады деген оймен, бір мені қайтармайды ғой деген оймен, жерлес қой мені түсінеді ғой деген, тем более олардың әңгімелері бөлек болады кішкене. Сол бәрі бірге ұштасады деп ойлап келген. Бірақ енді үміті ақталмағаннан кейін, оказывается, ол жерге бөлінуге болмайды екен деп ойланып Бекзатқа келген болар деп ойлаймын. Жақсы. Бекзат? Сосын да сұрағым бағанағы, негізі бағанан бәрі рас қой да, балаңыз бар негізі. Болды. Сосын не, қазір баланың әкесімен өзіңіздің бұрынғы күйеуіңізге араласып тұрасыз ба? Жоқ, араласпаймын. Ешқандай араласып Ешқандай. Әділет пікір сұрап отырсыз ба? Баласаған бола? Соңғы пікір әділет. Пікір дегенде, Асимая ханым, қош келдіңіз. Сіз алдынан бері дұрыс тани білмедік. Бірақ та Бекзатқа айтарым, Бекзат сен негізі алдынан бері ма айтатын болсаған, мен өз сөзімде тұрам, өз немде четкі тұрам деп. Осы уақытқа дейін жағы көкесімен, әпкесімен әңгіме айтқан кезде, осындай қыз бар ғой сұрағанда, жоқ тәте, көке, мені білесіздер ғой. Мен өзімнің немде тұрам, өзім принципиальный жігітпін деді. Енді примерно дедім ғой деген өте ме екен, өтпей ме екен? Енді танысып көресің, білесің. Сіз нақса не нәрсеге байланысты? Жоқ, айтады да, мен қатып қалам, до конца тұрам. Сіз ажырасқанына байланысты айтып тұрсыз ба? Жоқ, жалпы, соны айтып отырмын да, бірақ даже мен кездеспейтін едім деген сияқты айтып отыр да. Жоқ, сен андай қойып айтып жатсың ғой, мен қабылдамадым, сен де қабылдамай ақ қой деген сияқты қылып жатсың. Жоқ, кездеспейтін едім деп. Жоқ, принцип болса да менде осындай бір қазақтың аруының бір таңдауы болғаныма өте қуанып тұрмын негізі. Сізге өте көп рахмет. Шынымен көңіл күйіңіз түсіп отыр негізі, сондықтан көңіл күйіңіз көтеріп отырсаңыз, келесі эфирден бастап көңіл күйің көтеріп отырады деп ойлаймын. Сондықтан таныстық жалғасады, сырласуға барайын деп жатырмын. Жақсы, сіздерді шығарып салайық. Бекзат, Асимай, сіздерден жақсы әңгіме күтеміз. Чемпион шайынан ауыз тиіп, жақсылап тұрып әңгіме айтасыздар деген ойдамыз, үміттеміз. Жалпы енді Бекзатқа біраздан бері үміткер келмеп еді, бәлкім осы бір арумен, енді әділетпен әңгімесі жараспай қалды ғой, бәлкім осы жолы әңгімелері жарасып кетер деген ойдамыз. Біз енді әрі қарай. Ау? Біздің де бір